Сондықтан да жігіттер кейбіреуге намазды айтсаң шекесі тырсатшы. Бірақ Құдайдың кәсіптерінде мейірімі түскенін қалайды. Бір жігіт досыма дейді, мен ол досым танимын ше. Намаз туралы айтып ем, досым, бұл менің жеке өмірім ғой, бұл туралы тақырыпты қозғамай қойшы, мен үшін ауыр деп айтып ше. Уақыт сәті келгенде өзім оқимын дегенде. Жақсы. Бірақ біз ескертіп тұруға міндеттіміз. Көркем түрде. Намазсыз Аллахпен жақындау мүмкін емес жігіттер. Мүмкін емес. Кімде-кім әлі намазды бастай алмай жүрген болса ше, намазға жақтысымен жапсын. Өйткені Аллах тағаламен байланыс басқа жоқ. Өйткені ас-сала деген сөз мағынасы бұл сыйла. Аллахпен байлану деген мағына береді. Сыйла, қарым-қатынас. Аллахпен басқа байланатын жол жоқ. Бұның орнын не ораза, не зекет, не қажылық, не садақа баса алмайды. Намаз.